Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін кеспе дайындайтын боламыз. Бұл тамақты біздің үй іші сүйіп жейді, қатты жақсы көреміз. Дайындалу жолы өте оңай. Ең бірінші салқын суға етімізді салып, орташа отта қайнатамыз. Қайнағаннан кейін көбігі шығады. Көбігін толықтай алып тастаймыз. Барлығын бірдей етіп алып тастаймыз. Ешқандай көбік қалмау керек. Көбігін алғаннан кейін баяу отта етімізді пісіруге қойып қоямыз. Оған дейін қамырын елейтін боламыз. Қамырына керек заттарымызды дайындап аламыз. Қамырын мен тек қана жұмыртқаға илеймін. Қыздар, сіздерге кеңес, нандарыңыз езіліп үлкен болып ісіп кетпесін десеңіздер, кеспенің қамырын тек қана жұмыртқаға илеуге кеңес беремін. Су, тұз ештеңе қоспайсыздар. Бір немесе екі жұмыртқаға илесеңіздер, кәдімгідей көп кеспе шығады. Осылай жасап көріңіздер. Қаласаңыздар, егер көп кеспені екі жұмыртқаға илесеңіздер жетеді. Осылай қамырымызды илеп қоямыз. Одан кейін 20 минуттай қамырымызды демалуға бір шетке қойып қоямыз, бетін жауып. Одан кейін сорпамызды көреміз. Тұзын саламыз, дәміне қарай тұзын бұрышын саласыздар. Қайнайды, қайнағаннан кейін сәбізімізді, одан кейін картошкамызды салып, тағы да бетін жауып, қазанымыздың пісуіне қойып қоямыз. Оған дейін қамырымызды жаятын боламыз. Осылай жайып шығасыздар, доп-домалақ етіп, әдемі жұқа қамыр жаясыздар. Қамырымды мен 4-ке бөліп аламын, видеодағыдай көрсеңіздер. Өздеріңізге ыңғайлы болу үшін осылай 4-ке бөліп аласыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай кесеміз. Осылай жинап аламыз. Одан кейін ағаш тақтайымыздың үстіне қойып, шетінен осылай кесіп шығамыз. О, қатты үлкен емес, қатты кішкентай емес, орташа. Міне барлық қамырымызды кесіп алдық. Бір-біріне жабыспасын десеңіздер, кішкене ұн сеуіп, осылай орталарын ашып қоямыз жабыспас үшін. Мен бұның жартысын ғана қолдандым. Осылай қайнап тұрған сорпамызға кеспемізді салып бастаймыз. Осылай салып араластырасыздар, жабысып қалмасын. Өте әдемі, түсі де әдемі, керемет дәмді сорпа шықты. Тұзын көресіздер, дәмін. Міне достар, өте әдемі, керемет кешкі ас. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.